Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сабақтас құрмалас сөйлем деп аталатын тағы бір құрмалас сөйлемнің тарауын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі сабағымыздың мақсатын анықтап алайық. Сабақтың мақсаты сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолын біліп, түрлерін ажырата алу. Сабақтас құрмалас сөйлемді талдауды үйрену. Сабақтастың құрамындағы жай сөйлемнің бір-бірінің мағыналық қарым-қатынасы әртүрлі болып, бағыныңқы сөйлем басыңқыдағы істің орындалатындығын ажырата білу. Жаңа тақырыпқа көшпес бұрын біз сіздермен жалпы құрмалас сөйлем дегеніміз не екенін есімізге түсіріп алайық. Құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіреді. Құрмалас сөйлем салалас құрмалас, аралас құрмалас және сабақтас құрмалас сөйлем болып, үш үлкен тарауға бөлінеді. Біз сіздермен алдыңғы сабақтарда салалас құрмалас сөйлемнің не екенін және қандай түрлері бар екенін біліп, ажыратуды үйренген болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда біз сіздермен сабақтас құрмалас сөйлемге көшеміз. Сабақтас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдердің алғашқысы тиянақсыз болып, соңғысына бағына байланысқан құрмалас сөйлемнің түрі. Сабақтас құрмалас сөйлем деп аталады екен. Мысалы, қыс түсіп, күн суытты. Бұл жерде біз осы сөйлемді салалас құрмалас сөйлемге айналдырсақ, қыс түсті, нүкте, күн суытты деп айтар едік. Алайда, бұл жерде біз нүкте қоя алмаймыз. Өйткені бірінші сөйлемдегі түсіп деген баяндауыш тиянақсыз болып, ойды аяқтап тұрған жоқ. Сондықтан бұл жерде бұл сөйлем сабақтаса байланысып тұр. Бірінші жай сөйлем екінші жай сөйлемге сабақтасып, бірінші жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз болып, ал екінші жай сөйлемнің баяндаушы тиянақты ойды білдіріп тұр. Екінші сөйлемге назар аударайық мысалымызға. Ғылым таппай мақтанба. Бұл жерде де біз бірінші жай сөйлемнің баяндаушына назар аударамыз. Бірінші жай сөйлемнің баяндаушы таппай, тиянақсыз болып, мақтанба деген екінші жай сөйлемді құрап тұрған бір баяндаушқа бағынып тұр, бағыныңқы болып тұр. Сол себептен сабақтас құрмалас сөйлемдер бағыныңқы сөйлем және басыңқы сөйлем болады екен. Бағыныңқы сөйлем мысалы қар жауса, басыңқы сөйлем күн суытады. Бұл жердегі жауса деген баяндаушымыз басыңқы сөйлемдегі суытады деген баяндаушқа бағыныңқы болып тұр. Сабақтас сөйлемдер құрамындағы бағыныңқы сөйлемдерінің басыңқы сөйлемдерімен мағыналық қарым-қатынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Олар шартты бағыныңқы, қарсылықты бағыныңқы, себеп бағыныңқы, мезгіл бағыныңқы, қимылсын бағыныңқы, мақсат бағыныңқы. Осы 6 түрінің ішінде біз сіздермен бүгін шартты бағыныңқы және қарсылықты бағыныңқы түрлеріне тоқталып өтеміз. Сонымен шартты бағыныңқылы сабақтас. Шартты бағыныңқы сөйлем басыңқыдағы істің жүзеге асу я аспау шартын білдіреді. Шартты бағыныңқылы сабақтас деп аты айтып тұрғандай, бұл жерде бір істің не болуының, не болмауының шартын білдіреді екен. Шартты бағыныңқының баяндауыштары етістіктің шартты райынан жасалады. Мысалы, сен ауылға барсаң,
барлығы да жақсы болады. Барсаң. Жатыс септік жалғаулы есімшеден ғанда, генде жасалады. Мысалы, Айгүл оқығанда 5 алар еді. Бұл жерде оқығанда. Көсемшенің болымсыз түрінен май, ми. Мысалы, үй тазаламай ойынға шықпайсың. Келесі етістіктің болымсыз түрінен инша, инше. Мысалы, сабақ оқымайынша 5 алмайсың. Бұл жерде оқымайынша. Шартты бағыныңқының сұрақтары: қайтсе, не етсе, қайткенде, не еткенде, қайтпей, не етпей, қайтпейінше, не етпейінше. Мысалы, сен үй жұмысын орындамайынша достарыңа бармайсың. Келесі қарсылықты бағыныңқылы сабақтас. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас басыңқыдағы іске қарама-қарсы мәнде айтылады. Бұл жерде де өзінің атауынан білуімізге болады. Қарсылықты қарама-қарсы мәнде айтылады. Қарсылықты бағыныңқы сөйлемнің баяндауыштары шартты райдан кейін да де жалғаулық шылауының тіркесу арқылы. Мысалы, бұл менің досым болса да, сырын сізден аз біледі екем. Бұл жерде болса да. Көмектес жалғаулы есімшеден ғанмен, генмен. Мысалы, сен келгенмен жұмыс бітпеді. Бұл жердегі баяндаушымыз келгенмен. Ша-ше жұрнақты есімшеден ғанша, генше. Мысалы, 5000 теңгеге сырға алғанша ата-анаңа бер. Бұл жерде алғанша. Шығыс жалғаулы болжалды келер шақ есімшенің болымсыз түрінен. Бармастан, қарамастан. Мысалы, інім ауа райына қарамастан далаға шығып кетті. Келесі тәуелді жалғаулы есімшеден кейін болмаса деген шартты рай тұлғалы көмекші етістіктің ғаны, гені болмаса жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, қыс келгені болмаса қар жаумады. Көсемшеден кейін тұра деген көсемше тұлғалы көмекші етістің айта тұра тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы, Арман білімді бола тұра сақтау қабілеті нашар. Қарсылықты бағыныңқы сөйлемнің сұрақтары: қайтсе де, не етсе де, қайткенмен, не еткенмен, қайте тұра, не ете тұра, қайткені болмаса, не еткені болмаса, қайтпестен, не етпестен, қайткенше, не еткенше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, оның бойы ұзын болғанымен биік секіре алмады. Алматыға барғанша ауылға бар. Осы айтылған ақпараттарды қорытындылай келе, мен сіздерге бүгінгі тапсырмамызды, бүгінгі сабағымыздың шартты және қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемнің ұқсастығы мен айырмашылығын көрсеткім келіп тұр. Ұқсастығы неде екен? Ұқсастығы шартты райдың жұрнағының жалғануында екен. Ал айырмашылығы қарсылықты бағыныңқының қайтсе деген сұрағына да де шылауының жалғануы. Сонда шартты бағыныңқының сұрағы қайтсе болса, қарсылықты бағыныңқының сұрағы де шылауының жалғануы арқылы қайтсе де болады екен. Енді айтылған ақпараттарды қорытындылай келе, мен сіздерге
нақты тапсырмалар арқылы сабақтас құрмалас сөйлем мен шартты қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдерді анықтаудың мысалдарын келтіріп көрсетейін. Бірінші тапсырмада сабақтас құрмалас сөйлемнің қай түріне жататынын анықтаңыз деген. Ол жақсы оқыса, университетке түседі. Сабақтас құрмалас сөйлемнің қай түріне жататынын анықтау үшін бірінші жай сөйлемнің баяндаушына назар аударайық. Бұл жерде оқыса. Оқыса деген баяндауыш тиянақсыз болып, са деген етістіктің шартты райынан жасалып тұр. Сол себепті бұл сөйлем шартты бағыныңқылы сөйлем болады. Келесі тапсырмамызды көрейік. Сабақтас құрмалас сөйлемнің қай түріне жататынын анықтаңыз делінген. Бұл жерде де екеуінің мақсаты екі түрлі болса да, бірге жұмыс істегендеріне 10 шақты жыл болып қалды. Сабақтас құрмалас сөйлемнің қай түріне жататынын тағы да анықтау үшін біз сіздермен бірінші жай сөйлемнің баяндаушына назар аударамыз. Бұл жерде болса да. Бұл баяндауыш тиянақсыз болып, шартты райлы етістікке да шылауының тіркесуінен жасалып тұр. Сол себепті бұл сөйлем қарсылықты бағыныңқылы сөйлем болады екен. Сонымен балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, біз бүгінгі сабақта нені өттік, нені үйрендік, соны қорытындылайық. Сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолын біліп, түрлерін ажыратуды үйрендік. Сабақтас құрмалас сөйлемді талдауды үйрендік. Сабақтастың құрамындағы жай сөйлемнің бір-бірінің мағыналық қарым-қатынасы әр түрлі болып, бағыныңқы сөйлем басыңқыдағы істің орындалатындығын ажырата білдік. Ары қарай сіздерге үй жұмысына біліміңді тексер атты айдарда берілген сұрақтарға жауап беру қажет. Осы айтылған барлық ақпаратты Платонус арқылы таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.